түсіну керек, біздің экономиканың моделі дұрыс емес. Олигархтар, үлкен ірі мекемелер ақшаны түгел осы жақта, үкімет жақтан ешқандай идея жоқ. Қанша деген баға қоясыз? Нақты 3. Ол кезде Асқар Маминнің командасы. Неге біз кредит алғыш халыққа айналып кеттік? Жалпы біздің Ресейден қауіптенуге бола ма? Әлем жартысы бізге Қытай. Қазақстанда жалақы төлеу жүйесі жоқ. Жалақының ең төменгі мөлшері 180 мыңдан төмен болмау керек. Үкімет батыстағы істеген жоқ, орнағы жоқ. Президенттің тапсырмасын. Артық ақшам болса қайда сақтау керек? Бұл керемет сұрақ. 7 жылдан кейін мемлекетті қандай көресіз? Егер де осы баяу темппен жүре берсе, өзгерістер болмайды. Сәлем достар, не болды YouTube арнасында кезекті сұхбат. Біздің студиямызда бүгін қонақта экономист Мейрам Қажыкен. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Жағдайыңыз қалай? Жақсы, түгел тамаша. Енді өткен аптада білесіз, бізде үлкен апатты жағдай болды, Костенкадағы апат. Бұның себебін сіз қалай ойлайсыз? Үкімет айтады, бұған инвестор кінәлі дейді. Қазір үкімет енді инвестор іздеп жатыр, жаңадан келетін адам. Жалпы бұған тек инвесторды ғана кінәлап, митылды отыра беруімізге бола ма? Әрине, инвестор кінәлі, кінәсі бар. Бірақ ең басты кінә үкіметтің мойнында, ең басты кінә. Кем дегенде сонда есепке салуға қиын. Сол 90% кінә үкіметтің кінәсі. Өйткені үкімет осы 20 жыл ма, 25 жыл ма өзінің міндетін дұрыс атқарып отқан жоқ. Жұмыскерлердің құқығын, осы сөз маған ұнамайды, айтып кетейді. Осы құқық деген сөздің қиын шығатын сөз. Мүмкін содан да соның әсері бар шығар. Осы сөздің заңда жазылған, нормаларда жазылған баптарды орындамай тұр. Енді жаңа инвесторға қандай талап қоясыз? Келейін деп жатыр. Қандай талап қоюымыз керек? Ең алдымен аудит өткізу керек. Аудитті кім өткізу керек? Аудитті әрине үкімет өткізу керек. Жан-жағынан, технология жағынан, адамның ресурстар қалай қолданып жатыр, анализ деп ортаға қойып, мәселені соны талқылап, шешім қабылдау керек. Мына келетін инвесторларға анық айту керек. Мен осындай мекеме бар, жағдай осындай, көріңіздер. Бірақ та біз енді сізден талап етеміз. Адами ресурс қолдану жағынан осылай болу керек. Адамның құқығын қорғау нормалары осылай болу керек деп айтып кету керек. Ал қазір нақты білмей жағдайды біз не айтамыз инвесторға? Тек қана адамдар жұмыс істесін деп болады ғой. Адам басын жұмыскерлердің санын азайтпаңыздар, жалақы жақсылап төлеп тұрыңыздар деген ол аз. Бізде жалпы профсоюздар жұмыс істей ме? Профсоюздар бар, кәсіподақтар бар, әрине бар, өңірлік кәсіподақтар бар, салалық кәсіподақтар бар, республикалық кәсіподақтар бар. Бірақ олардың әрине жұмыстарын онша жоғары баға беру қиын болмайды. Оның себептері бар. Неге олар өздері жұмыс істей алмайтын? Бізде солай болып біткен саясат қой. Кәсіподақ бұрын Совет үкіметінің кезінде тек қана білесіз, білмейтін шығарсыз, Совет үкіметі кезінде, Совет одағы кезінде жай қана мерекелерді өткізеді, сосын марапаттайды, сонда бір шарамен бітетін еді жұмыстары. Қазір нарықтық экономикада кәсіподақтың міндеті өзгеше. Ол нақты жұмыскерлердің құқықтарын қорғау керек. Қай жағынан? Жалақы жағынан, лайықты жалақы алу керек адамдар. Лайықты жұмыс орнында жұмыс істеу керек, тағы да басқа. Соны қорғай алмай отыр. Ешқалай қорғай алмай отыр. Былтырда айттым мен, енді сіз айтып кеттіңіз ғой, былтыр мына сайысқа түсіп жүрген кезде, президенттік сайысқа, сонда маған, президенттікке түсіп жүрген кезде маған бір сұрақ қойған еді, сіз жұмысыңызды қалай бастайсыз дегенде. Сонда мен айтым да, мен ең бірінші жұмыс күнім дүйсенбі күні. Мен кәсіподақтарын жинаймын дедім. Бүкіл Қазақстан кәсіподақтарын жинаймын. Олар бір күн отырамыз ба, екі күн отырамыз ба, сол барлық мәселесін талқылаймыз.
не болып жатыр, қалай болып жатыр, не істеу керек, қалай істеу керек. Өйткені біз кәсіподақтың деңгейін көтермей ешқандай реформалар болмайды Қазақстанда. Енді сіз жаңа үкімет деген сөзді қозғадыңыз ғой. Жалпы үкіметтің жұмысына көңіліңіз толы ма? Қазір біздің үкімет былай сырттай қарасаң бір реформа жасаушы, ешқандай бір реформаны жасап жатқан жоқ. Білек сыбанып кірісетіндей Әлихан Смайылов. Бірақ күнделікті күйбең тіршілікпен ғана айналысып жатқан сияқты көрінеді да бізге. Әсіресе экономикалық блокқа көңіл толмайтындар көп. Сіздің көңіліңіз толы ма қазіргі жұмысына? Енді мен немен келдік? Сіздің сұрақтарыңыз. Сұрақтарыма. Мен өзім экономист болғанмен, сол экономикаға маған жеңілдеу. Кәсіподақтарға мен көмектесем тек қана. Өзім көмектесем, былай. Президенттікке сол кісілердің несінен бардыңыз ғой? Олармен жұмыс істеп келе жатқаныма 8 жыл болды. 8 жылда көп көрдім, үйлендім, араластық. Солар енді маған сенім атқарып, былтыр президенттікке сайлауға ұсынды. Рахмет, мұнда бір рахмет. Қазіргі бүгінге дейін жұмыс істеп келе жатырмыз. Осы жерден сұрай салайыншы, осы президенттікке сіз өзіңіздің кандидатыңыз сол кәсіподақтың атынан ұсындыңыз ғой. Жалпы өзіңіздің қалауыңыз болды ма, жоқ әлде сізге сіз бізден өтіп беріңізші деген өтініш болды ма? Әрине, олай сұрап баруға болмайды. Олар өздері, өйткені кәсіподақ жай ғана осы Қажыкен болсын деп айтпайды, олар жиналады. Өздерінің ұсынысы, бірақ бір адам ғана қарсы болды. 27 адам дауысын беріп, бір адам қарсы болып, ол өзі Ақ жолдың мүшесі екен. Бәлкім Ақордада отыратын беніңіз? Кім біледі, мүмкін. Үкіметтің тақырыбына оралсақ? Әрине, да. Көңіліңіз тола ма? Көңілім толмайды да. Қанша деген баға қоясыз? 3 бекен, енді 2 қойсақ, вообще жарамсыз. 3. Нақты 3. 3 деген бағаға жұмыс істеп жатыр. Нені дұрыс емес істемей жатыр үкімет? Бұлар енді экономикалық тараптан ешқандай реформалар басталмаған. Мұна осыдан 19 жылы президент Тоқаев президент болды, 19 жылы. Сол 19 жылы күзден кейін тапсырма берді сол кездегі үкіметке. Маған жаңа экономикалық саясатты жазып бердіңіздер деп. Сол 20 жылдың қаңтар айы қойдым. Солар 5 ай жүріп отырып түк істей алмады. 5 айда ешқандай реформа. Ол кезде Асқар Маминнің командасы. Мамин командасы отырып, олар не стратегия жаза алмады, не новый экономический курс. Жаңа экономикалық бағыт қой, қазақшасы, соны істей алмады. Соны қараңыз, мыңдаған адам отырып, 5 айда ешқандай ой ортaya қоя алмаса, онда олардың неге үкімет болады? Егер бұл ортақ жалпы үлкен бұлай ой пікір болмаса. Президент өз наразылығын айтып, о тапсырманы экономика министріне берді. О кісі мен 2-3 айда істеп бітірем деп, оны да істей алмады. О кезде Даленов. Даленов. Біліп отырсыз. О кезде мен Фейсбуктың парақшасында басқа жерде айтатын едім. Бұлардан болмайды. Бұларды жұмыстан босату керек, жаңа басқа команда жинау керек, білетіндерді. Өйткені бұл жай ғана әшейін жұмыс емес, бұл үлкен не болу керек? Видение, цельное видение экономики болу керек. Жоқ оларды. Әргі бөлшек білет өз жұмысын, тек қана өз сегментін қоса алмайды. Сосын Даленов істей алмағаннан кейін агентство по стратегическому планированию деген агенттік құрды. Бұрынғы ескі агенттік қой, ол кетіп қалған тарихтан, сосын тағдамның құрылған. Оларды біз қатырамыз деп шетелден бір экономист алып келді, эксперт ретінде. Ұмытып отырмын. Сол жарты жылда істегендері кішкене үкіметтің дайындаған қағаздарын реттеп, әдемілеп, соны берді. Одан да түк шыққан жоқ. Бұл не дегені? Бұл үкімет тарапынан, үкімет жақтан ешқандай идея жоқ дегені. Егер де үкіметте идея болмаса, егер де у официальных лиц, если нет идей, орысша айтқанда да, егер де үкіметтің қасына жүрген экономистерден ешқандай идея болмаса, онда кішкене басқа жаққа бет бұру керек қой да. Үкімет өзі білгіш, мына жақты тыңдамайды, мына жақ бірдеме айтқысы келеді, о жаққа жетпейді,
сонымен бір нақты байланыс жоқ болып отыр. Мысалы сіздерден ұсынып шықса, сіз не ұсына алар едіңіз? Қалай көресіз экономикалық бағытты? Оны бір-екі сағат айтып, Жоқ, алдымен нені істеу керек? Бізде кейде экономика деген кезде әлеуметтік салаға көп көңіл бөлетін сияқтымыз. Ең алдымен түсіну керек, біздің экономиканың моделі дұрыс емес. От соны біліп алу керек. Экономиканың моделі дұрыс емес. Біздің экономиканың моделі осы 90-шы жылдарда, 90-шы жылдардың аяғында, 2000 басында құрылып кеткен модель ғой. Яғни тұрақтандыруға негізделген ба? Қандай модель? Ол мынандай модель. Ол мынандай модель. Шикізатты сатып, мұнай болсын, тау-кен, тау-кен, тағы да басқа жай шикі металдарды сатып, содан түскен ақшаны жинап қорға, соны тарату. Орысша айтқанда, распределительная модель экономики. Жинап, оны природная рента деп айтады экономистер. Табиғи рента. Сол табиғи рентаны біз табиғат берген рентаны жинап, сосын түгел бір қорға жинап, бөліп. Соның шетінен алып Банктарға отыру. береді, сосын тағы да бір әлеуметтік жағдайды дұрыстауға береді, тағы да басқа-басқаға. Сондай. Ал егер де ондай модель істеп тұрса, әрине үкіметтің де бүкіл мына біздің өзіміз халықтың да көзқарасы былай болады да, осы мұнайды сату керек, шикі заттарды сату керек, нарық бар, сонымен ақырындап күн көріп, мынау ақырындап өзі өсіп кетеді. Басқа өндірістер өзі айқа тұрады, бірақ мынау біздікі деп, біздің болашағымыз, біздің күнкөрісіміз осы деп. Ал егер де мына жаққа көңіл бөлетін болсақ, онда басқа модель болу керек. Бүкіл жағдай осы жаққа істеліну керек. Мыналарды бұл алып тастап, шикізат экономикасын, шикізат экономикасын алып тастап, ол да қиын. Өйткені ең мына олигархтар, үлкен ірі мекемелер ақшаны түгел осы жақта. Әрине үкімет осы жаққа көңіл бөледі. Өйткені алып тұр ғой. Мына жақтан пайда аз. Көріңіз ғой да. Ал егер де экономиканы өзгерту керек деп айтылып жатыр. Мына жаққа өзгеріс осы жаққа үкіметтің де, саясаттың да түгел осы жаққа ауса, көп мәселе, Қиындықтар шығады. Өте көп қиындықтар шығады. Көп қиындықтар. Экономика жағынан, әлеуметтік жағынан, саясат жағынан. От сол кезде мен айтқандай жұмыскерлердің қолдауы керек. Жұмыскерлердің... Яғни қолдау жаңа сіз үкіметке бірігіп жұмыс істеу керек дедіңіз, соны айтып жатсыз ғой, иә? Үкіметке, билікке осы жақты егер де біз өзгертеміз десек, сонда жұмыскерлердің кәсіподақтың қолдауы керек. Енді біздің экономикамыздың ең жаман көрсеткішінің бірі, біз халық кредитке отырып алдық қой қазір. Қазіргі алынған кредиттің ақшасы 9 триллион теңгеден асады екен. Жалпы азық-түлікті несиеге алатын жағдайға жеттік та, осымен қалай күресеміз біз? Қалай ойлайсыз сіз? Неге біз кредит алғыш халыққа айналып кеттік? Бұған да үкімет кінәлі ғой. Жоқ, бұған үкімет кінәлі емес. Бұған үкімет кінәлі емес. Үкіметті қайта-қайта кінәлі керек емес. Иә, бар енді. Жоқ деп те айтуға болмайды. Кей кезде бізді халық болып салынып кетемізді. Өткенде қара пятница деген болды, Каспий тарапынан да. Сосын керек емес заттарды аламыз, 2 жылда төлеп кетеміз дегенде. Солай бар ғой енді де. Қажетті емес заттарды алып қаламыз. Ол бар. Бірақ та көпшілік әрине күнкөріске керек. Балаларды киіндіру керек. Тағы да басқа шығындар болады. Қажетті шығындар, ол бар. Жалақы жетпейді. Біздің Қазақстанда кем дегенде сол 3 миллион адам өз-өзін жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Самозанятый деген осыларда. Олар ақшасы қанша, қайдан ақша тауып отыр, ешкім білмейді. Үкімет те білмейді, ешкім білмейді. Көбінесе сол кісілер кредит алып отыр. Өйткені жеткізу керек. Олар жалақысы қалай? Олар ай сайын ақша алмайды. Олар бірде бар, бірде жоқ. Жарты жылда, мысалы, 3 ай ақша тауып отыр, 3 ай ақша жоқ. Солар алады. Солар үміттенеді. Осы мен қазір 3 айда ақшам жоқ, бірақ керек, шығындар бар. Несиені аламын да, сосын келесі 3 айда Құдай қаласа жауып тастаймын дейді. Сол. Бұл мәселе.
бұл күрделі мәселе. Адамды, халықты жұмыспен қамтамасыз ету. Сонымен жаңағы модельді айттым ғой, мына екінші жақ, бұл даму керек экономиканың несі, саласы. Осыны біз дұрыстамай, өйткені орысша айтқанда обрабатывающие отрасли экономики трудоемкие. Очень, да, еще? Они трудоемкие, олар жұмыс орнын солар қалыптастырады. Солар да. Машина жасау саласы, химия, медицина, басқа соларда. Ал тау-кенде олар капиталоемкие дейді орыс тілінде. Оға капитал көп керек, адам саны онша көп емес. Әрине, мысалы, үлкен карьерға 2 экскаваторды қойып, 4-5 адам. 2 экскаватор қаншама да жұмыс атқарады, 4-5 адам. Сол дейді мұнай саласында да солай тура. Сондықтан мынау өзі дамиды. Бұған көңіл бөліп керек те емес. Олар өздері қайыққа тұрды, дамиды. Бұларды кішкене қысып та керек емес. Бақылап отыру керек. Бақылап отыру керек. Адамның құқығын қалай олар қорғап отыр, жалақын қалай төлеп отыр, заңды қалай орындап отыр. Заң бар бізде. Жаман болсын, жақсы болсын, заңдар бар. Ал мына жақты көтеру үшін осы жерде міне әрине бүкіл халық болып, жабылып, экономистер, тәуелсіз экономистерді жинап, басқаларды ортаға мәселені қойып, не істейміз деген сұрақпен шығу керек. Үкімет болсын, президент болсын, қалайық, не істейміз? Осындай мәселе бар. Бұл мәселені біз оңай шеше алмаймыз. Әрине біліп отырмын да. Мына 5 жылда, 10 жылда ақырындап шешуге болады. Бірақ басын неден бастаймыз? Сондай сұрақпен шығу керек. Экономистер бар. Жазып атқан экономистер бар, айтып атқан экономистер. Бірақ тыңдай ма? Тыңдап атқан ешкім жоқ. Күні үкімет самодостаточный. Олар өздері біледі. Түгел ақылды. 2-3 дипломдары бар. Бірақ олардың білетіні, білімді. Оны мойындау керек, білімді, ақылды. Көп болашақ бітіріп келген. Ондай. Мүмкін даже арасында мекемеде жұмыс істегендер бар. Бірақ мына жағдай өзгеріп отырады. Тез арада. Экономикалық жағдай тез арада өзгереді. Сыртқы экономикалық жағдай, ішкіде соны тез қабылдап, тез білу үшін әрине байланыс болу керек. Олар бір жобаны жазып қояды 1-2 жылға, сонымен жүреді. Оларды мына қаңтар айында осындай жауап беруіміз керек. Сосын одан кейін жоспар ғой, жоспарлы бәрі. Ақпанда осындай отчет тапсыру керек деп, сол отчеттармен бас көтермейді. Ана жақта өзгеріп кетті. Мына отчеттар уже сәйкес келмейді ана жағдайға. Сондықтан мына қазіргі заманда, қазіргі таңда әрине стратегия керек. Бірақ сондай детальный стратегия емес. Қазіргі модель, мен айтып отқаным, тез арада өзгеретін модель керек. Тез арада өзгерістерге сай өзі бұрылатын модель керек. Мықты жасайтын, мен содан көремін үкімет басын дейтін өз басым, адамыңыз бар ма? Бар, онда адам жастардың арасында да бар, жас келгендер арасында бар. Өзім де бола аламын, бірақ болмаймын. Мен жасым келді, енді Құдай қаласа жарты жылдан кейін пенсияға шығамын. Бірақ бар. Істей алам деген адамдар бар. Неге болмас? Бар. Бірақ оларды енді ондай орынға қоятын президент болу керек. Өйткені үлкен жауапкершілік. Енді біздің, жаңа сіз айттыңыз ғой, біздің экономикамыздың үлкен бір байланысы Ресеймен байланысты деп. Жалпы бізден Ресейге қауіптенуге бола ма? Әрине біз экономикалық тұрғыдан ол жақтан кете алмаймыз, өйткені біздің ол сауда-саттықтағы ең басты көршіміз. Сіз Евразиялық одақты мүлдем жауып тастайық дегенде позициялар бар ғой. Былтыр президенттік сайлауға түскенде онда айттым, Ресейден бас тарту керек. Сіз экономист ғой, неге ондай ойды келдіңіз деген ғой, өйткені біз қанша дегенмен сауда-саттық бір ғой бізде. Міне, осыдан бастап экономиканы осы жазайық аранызда. Мына Совет үкіметінің кезінде біз қатты байланыста болдық Ресеймен. Электр қуаты сонда тарттық, көмірді 25-20 миллион тонна көмірді сол жаққа жіберіп отырдық. Металл Ресейге кетіп отты. Ресей сол металдан балқытып, жақсы заттар шығарып отты. Металды ғой, мұнайдың өзі таза сол жаққа кетіп отырды ғой? Мұнай да кетіп отты. Сосын біз мұны тәуелсіздік алғаннан кейін Ресейде байланыста болдық. Мына үлкен мекемелер
көбісі сырьевая промышленность соған Ресейге байланып жатыр, байланысты, Ресеймен экономикалық байланысты. Ал егерде біз мұны дамытамыз десек, өндірісті, өндіретін өндірісті, обрабатывающий, онда бізге басқа нарық керек. Онда әлем керек бізге. Әлем, Ресейдің нарығы емес. Ресейдің нарығы да керек. Оларға бар ғой зататын заттар. Енді қараңыз, осы мына егерде 30 жылды алсақ, 30 жылды 10-ға бөлсек, 30 жылды бірінші ондықта Ресей бірінші орында тұрды. Біздің қарым-қатынаста экономикалық екінші орында Европа болды, одан кейін Қытай, басқаларды. Екінші 10 жылдықта Ресей екінші орынға түсіп қалды. Бірінші орынға Европа шықты, Қытай үшінші орында тұрды. Қазіргі 10 жылдықта бірінші орында Европа, екінші орында Қытай, Ресей үшінші, Ресей кетіп барады. Ресейге бұлай байланыс бар, бірақ нақты солай күнкөріс болмайды деген байланыс жоқ ондай. Біз дамыған елдерге бұрылуымыз керек. Дамыған елдермен қарым-қатынаста болуымыз керек, экономикалық. Сол жаққа заттарымызды сатып, о жақтан зат алуымыз керек. Тіпті мына Ресейдің технологиясымен, ескі технологиясымен біз зат алып отырмыз. Машина, құрал заттар. Сондықтан Ресейді жамандағаным емес мен. Экономикасы. Оның экономикасы құлдырап, ақырып кетіп барады. Біз егерде болашақ көретін болсақ, біз әлемге жабысуымыз керек. Әлем деген әлемнің жартысы бізге Қытай. Қытай әлемнің жартысы. Сосын мына үлкен бір жоба бар. Один пояс, один путь. Бір жол, бір белдеу. Бір жол, бір белдеу. Осы Қазақстанда 2015 жылы екен, сол Си Цзиньпин келіп, соны былай жариялады, осылай болады деген. Ол бізге үлкен мүмкіндік ашатын жоба. 2014-2015-те Евразийский экономический союзды былай дәлелдегенде қалай айтты? Мына жоғары жақта бізде 140 миллион халық бар, 140 миллион халық нарық бар, сол жаққа біз заттарымызды сатамыз, мықты деп солай дәлелдеді. Позициясы сондай болды. Ал енді төмен қарасақ 600 миллион халық төмен бізден, Европамен. Ресейге біз аз сатамыз да көп сатып аламыз. Ақшаны Ресейге жұмсап отырмыз. Жұмсағанда Ресейдің экономикасын ұстап отырмыз. Тірегі болып отырмыз. Егерде біз өндірісті көтеретін болсақ, онда әрине біздің нарығымыз төмен болады. Төмен дегені мына оңтүстік жақтағы нарық. Европа нарығы. Европаға қазір біз бір жол, бір белдеу Европаға жетіп отыр. Европаның Амстердамына дейін, Европаның батысына дейін жетіп отыр. Европаның батысына дейін. Сондықтан бізге үлкен болашақ, үлкен мүмкіндік осы ашып отыр. Тек қана транзит емес, өндірілген затты жеткізу. Оған бізді Ресей оңаймен шығара қоя ма экономикалық одақтан? Тағы да қараңыз, экономический пояс шелкового пути. Негізгі аты экономический пояс шелкового пути. Экономикалық белдеу деп отыр. Жол емес, мына экономикалық белдеу деген ол өзінің несі кендігі 500 километр, 1000 километр. Соның ішінде нелер өседі, өндірістер. Соны айтып отыр. Соны біздің экономистер айтып отыр. Орталық Азияның. Биыл мен Пекинде болдым. Былтыр осыдан 2 жыл бұрын Шанхайда болдым. Биыл тағы да басқа отырыстарды түсініп келе жатыр экономистер. Болашақ осы деп. Болашақ осы. Ал енді сіз айтасыз, Ресей оңай шығарады ма деп. Неге шығармайды? Бұл экономикалық не ғой? Ұжым. Экономикалық ұжым болғанмен, оның артында үлкен саясат жатқан сияқты біз ұстап тұрдық. Бар ғой, енді ақырда бақынап шығып, енді экономика несін біз экономикалық немізді аталайды отношение, қарым-қатынасты, экономикалық қарым-қатынасты дұрыстап қарап, өз құқығымызды нақты ортаға қойып, біз осылай біз өзіміздің кәсіпкерлерді қолдаймыз, қорғаймыз. Сіздердің нарықтарыңызға барғанда олардың нелерін қадағалаймыз. келісім шарт бар ғой Ресей мен Қазақстанмен. Біздің заттар барғанда оларды
қыспай оларға жол ашып беру керек деген сондай келісімдер бар. Соны қараймыз. Әрине басында кіріп кеттік. Кіріп кеткенде ол кезде сондай саясат болды. Қазір дамып келе жатырмыз. Онша дамыған жоқпыз, бір ақырындап сондай не бар, бағыт бар, дамымыз деген. Сосын моделімізді өзгертсек экономиканы. Егер де өндіріс, обрабатывающий отрасли соларды дамытсақ, әрине ол жаққа уже біз сатамыз. Но біздің көзіміз Европа, Қытай, оңтүстікте жатқан мемлекеттерге сол жаққа айналамыз. Көзімізді бұрамыз, бетімізді бұрамыз, экономикамызды бұрамыз. Вот сол. Ол да бір мүмкіндік. Бірақ Қытайдың несін алсақ болады біз? Экономикалық тұрғыдан. Экономика тұрғыдан олар енді айтқанын орындайды, алдымен терең ойлайды. Ой жағынан қарап алады. Вот қазір Қытай қарап алады. Сонысын ол жақта тәртіп бар. Тәртіп бар, заңдар орындалады. Бізде осы жақтан үйренетін не бар, жағдай Қытайдан. Бірақ енді оларда коммунистік партия билеп отыр. Бір партия. Бізде олай болмау керек. Оларда жоба бар, азап-азап, азайып жатыр жобаның көлемі. Біз әлі одан бас тартқан жоқпыз. Біз қазірге дейін сол жобаны жазып, сонымен келе жатырмыз. Жобаны жазамыз, стратегия жазамыз. 4-5 күннен кейін оны ұмытамыз, бір жерге салып қоямыз полкаға. Сол жақта бар ма жоқ, соны ұмытамыз да тек қана уақыт келгенде есеп беріп отырмыз жоғарыға. Біз емес енді министрліктер сонымен бітеді. Ал сыртта өзгерістер болып жатыр ма, өзгерістер жобаға қалай әсер етті оған. Сосын 5 жылдық жоба, 3 жылдық жоба, 2 жылда әйтеуір несін жоғалтады, сапасын жоғалтады, құндылығы жоғалтады. Сосын 1-2 жылдан кейін тағы да басқа жобаға кіріседі. Олай болмау керек. Қазіргі экономика жобамен дамымайды. Қазіргі экономика мен айтқандай институттармен дамиды. Заңдар, нормалар, үлгілер, правила үлгі ғой да? Үлгі. Үлгілермен сосын нақты, жақсы, оперативно жұмыс істейтін. Енді біздің қоғамның үлкен бір экономикалық бөлігі ол баспана, бізде ипотекалық бағдарлама жоқ. Қазір енді құрамыз 9, 20, 25 деген бағдарлама шығады деген сияқты сыбыс айтылып жатыр негізі. Оны әрине ресми растағанда жоқ. Отбасы банкте, бәйтеректе. Жалпы бізде ипотекалық бағдарлама қаншалықты дұрыс жүргізілу керек деп ойлайсыз? Ол жағынан енді маман емеспін. Дегенмен. Бірақ өзім ипотекамен пәтер алдым кезінде. Аша көп кетті. Ол кезде пайызда көп болды, жоғары болды. 14 болды ма, 20 болды ма басында. Қиналдық. Қазір біле қоймаймын. Ипотека болу керек. Әсіресе жастарға. Халық саны көбейіп жатыр жылдан жылға. Жастар үйленіп жатыр, бала-шаға болып жатыр, бала-шағалы. Пәтер керек, көп пәтер керек. Бірақ та пайызы қанша болу керек деген әңгіме шығады. Әрине төмен болу керек. Әрине төмен болу керек. Оны мен айта алмаймын, төмен болу керек. Бірақ енді банктерге де тиімді болу керек. Банк оларды кішкене алу керек қой, пайдасын көру керек. Енді біздің кезімізде банктер көп пайдасын көрді. Сұмдық. Алды басын қаймағын сыпыра алады да, одан кейін сондай ипотека болды. Қазір мен естуім бойынша төмендеген сияқты, бірақ әлі сонша жақсы емес. Ол жағынан үкімет тарапынан жастарға жағдай істеу керек, ипотека жағынан. Мүмкін субсидирование болу керек, әрине болу керек субсидирование. Тағы да басқа бір жеңілдіктер болу керек. Әйтпесе біз ел бола алмаймыз. Енді бұл өмір ғой, өмір. Бұл жағынан маман емеспін, бірақ өз басым ойлайтыным, өйткені өзімде балаларым бар, немелері өсіп келе жатыр, оларға ертең ипотека керек болады. Әрине мен өзім қалайтыным ипотеканың төмен болғаны, сосын үкімет тарапынан жақсы көмек болу керек. Субсидия дейсіз. Субсидия болсын, кім біледі, мүмкін
ипотеканы төлеу үшін адам жалақысы лайықты жалақы алу керек. Ең алдымен солай ғой, да? Лайықты жалақы алу керек, сол жағынан да болу керек. Жұмыспен қамтамасыз ету керек, лайықты жалақы болу керек. Осы үлкен мәселе, жалақы мәселесі үлкен мәселе. Соны үкімет шеше алмай отыр қазірге дейін. Экономист ретінде отбасыларға қандай кеңес айтасыз? Мысалы, отбасында айтады ғой, сенің табысың өміріңе, сенің саяхаттауыңа және болашаққа сақтап қалуыңа жеткілікті болу керек дейді. Міне бұл керемет сұрақ. Бұл сұрақты мен маманмын. Былтыр айтып кеткенім де бар, енді былтырда еске ала берейін. Былтыр нақты айтқаным бар. Одан оның алдында да Қазақстанда жалақы төлеу жүйесі жоқ. Орысша айтқанда нет системы оплаты труда. Жоқ. Оны мына еңбек кодексіне 102-ші ме, 112-ші бір бап бар, сонымен құртып отыр. Жоқ. Оны мен мойындаймын. Қазір біз егерде неге кетіп қалсақ, дәлелдеуге онда мен тағы отырып қаламын. Жоқ, маған сеніңіз. Былтыр президент, былтыр желтоқсан айында президент тапсырма берді министрлікке. Алдымен премьерге берді, одан министрлікке. Қаңтардың аяғына дейін, осы 23 жылдың қаңтардың аяғына дейін маған методиканы бердіңіздер, жалақының ең кіші мөлшерін қалай есептеу керек. Минимальный размер заработной платы. Қазір 75, негізі 85 болайын деп отыр. Мен айттым ғой, дұрыс айттым ба? Жалақының ең кіші мөлшерін маған методикасын бердіңіздер, қалай оны есептеу керек. Оны есептеу керек. Солай ғой, да? Иә. Оны есептеу керек, өйткені мына елде 60 мемлекеттерде, кем дегенде 60 мемлекеттерде оны есептейді. Басқа мемлекеттерде кәсіподақ, жұмыс беруші, үкімет үшеуі отырып, орта қойып, ақылдасып, соны шығарады. Ол да бір әдіс. Үкіметке берілді, үкімет жарайды деп, бірақ міне бүгін қарашаның 7-сі. Орындалға жоқ, орындалмайды. Президент оны күтіп, сосын биыл қыркүйектің бірінде өзінің жолдауында не деп айтты? Келесі жылдан бастап минимальный размер заработной платы 85 мың болады. Осы расчет қалай алынады? Істелінбеген расчет. Оны президент мойындап отыр. Бірақ та енді ол кісі айтып кетті, уәдесін берді ғой халықтың алдында. Мен келесі жылы подниму минимальный размер заработной платы. Подниму деді, сосын үкіметке берді. Үкімет подставил, істеген жоқ, орындаған жоқ. Кімнің? Президенттің тапсырмасын. Сонда президент енді не істейді? 85 мың деп айтты. Өйткені оның уәдесі бар. Негізі бұны есептеу керек. Қалай есептеледі бұның расчеті? Біз оны есептедік. Осыны айтайын. Мен өзім бір топ экономистерді басқарып, кәсіподақтар бізге біраз ақша бөлді. 2016 жылы, сосын 2019-да біз методиканы алып, дамыған елдердің методикасын алып есептедік. 16 жылы минимальный размер заработной платы 18 мың болды. Біздің есебіміз бойынша 44-45 мың теңге болды. Міне, есіме келді. Содан 42 мың жарым теңге содан пайда болды. 19 жыл біз есептегенде 19 ай отырып есептеу керек. Ол бір күн емес, ол 9 ай ақпарат жинау керек. Бүкіл халықты анкетамен, сауалнама арқылы, анкетамен, сауалнама арқылы ақпарат жинап, соны есептеп, 19 жыл бізде 89 мың теңге болып шықты. Міне, 89 мың теңге болып шықты. Ау жылдары 42,5 мың теңге болды. Екі есе көп болды. Біз дәлелдедік. Біздің расчетымызды көрсеттік. Сонда біздің расчетта үкіметтің расчеті қалай? Сіз айтқан еді, олар айтады, жалақыны ең кіші мөлшері былай болу керек. Ана корзина деген бар ғой. Нан, май, маргарин, жұмыртқа, тағы да бірдеңе. Жай ғана қарапайым енді. Оның ішінде қаймақ болмайды, оның ішінде сары май болмайды, тағы да басқа балаға мороженое керек. Тағы да ет, қойдың еті, сырдың еті, әртүрлі ет қой. Сосын шұжық болу керек. Ол жоқ. 49 жай ғана бір адамға көңгөріске. Оны олар
55% деп отыр. Қалған 45% киім, медицина, басқа төлемдер, коммуналдық төлемдер, соны 45% деп жай жалпы айтып отыр. Солай да? Біз есеп бойынша біз айттық, олай емес. Тағам, тамақ 40%-ден аспау керек. 60% басқасы болу керек, бірақ оларды жай 60% деп айтпау керек. Оны есеп қалу керек. Қанша ақша адам баласын оқытуға жұмсайды, медицинаға жұмсайды, театрға қанша жұмсайды, киім алу керек, демалу керек, одан кейін не керек, енді жиһаз алу керек, көлікті ремонттау керек, телефонға төлеу керек, соны түгел есептеу керек. Жай жалпы тастай салмай. Соны түгел біз жинағанда біздің корзинамызда 144 не болды позиция. Дамыған елдерде 300-ден төмен емес. Енді біз әзірше 149 алдық. 149, бірақ онда есебі бар конкретно. Сонымен алғанда міне 19 жылы 89-92 мың теңге болып шықты корзина. Ал енді келесі жылмен шамамен есептейтін болсаңыз, келесі жылғы 85-кі қанша болуы мүмкін? 160 мың болу керек па? Қарап, былай айта салуға қиын, есептеу керек. Инфляция болып жатыр міне. Оны есепке алу керек. Әрине. Енді өзім просто былай навскидку айтқанда, кем дегенде минимальный размер заработной платы, жалақының ең төменгі мөлшері 180 мыңдан төмен болмау керек. А орташа жалақы қанша болу керек? Орташа жалақы қазір 365 мың теңге. Соның жартысы как раз болып тұр. 185 мың емес, 180 мың болу керек. Бірақ кәсіпкер айтады, бұл қалай? Ертең біз мына 180 мың теңгеге көтерсек, минимальный размер далада қаламыз, табыс таппаймыз. От міне мәселе қадірді. Әлеуметтік әріптестік деген міне осы. Жұмыс беруші оған жалақы шығын, жұмыскерге кіріс. Бірақ орта қойғаны олар орта шешімге келеді. Әрқашанда жұмыскер етпеді, маған мен жалақымды 500 мыңға дейін көтеріңдер, мен түк білмеймін, маған төлеңдер деп айтпайды ол. Өйткені жағдайын біледі. Мекемен. Соны екеуі бірігіп отырып, мына мекемен қалай дамытамыз деген ойға келеді. Міне. Осы жерден. Вот әлеуметтік әріптестік, экономиканың жаңа модель деген не осы. Адам өзі жай ғана орысша айтқанда рабочий не раб, а он человек с правами, который заинтересован в том, чтобы предприятие, производство развивалось. Басқа международная организация туда не айтып отыр. 131 конвенция бар. Оны біздің Қазақстан 10 жыл болды басын тартып отыр қол қоюға. Неге? Онда былай жазылған 135 конвенцияда. Осы конвенцияны қабылдаған мемлекеттер, олар әлеуметтік әріптестікті қолдап отырып, жалақының ең төменгі мөлшерін есептеу керек. Ақылдасып отырып. Сонда жалақы адамға тиімді болу керек. Ол тек қана өз басы емес, отбасын қамтамасыз етуге, тағы да басқа шығындарға жету керектен сондай пункттер бар. Сіздің сұрағыңыз. Тағы да онда былай жазылған, қабылдаған мемлекеттер тез арада бір жылда бүкіл экономикаға оны таратпайды. Бұл 180 мың теңге мысалы айтып отқан. Ең алдымен дамыған өндірістерге енгізеді, үйренеді. Сол арқылы үш тарап отырып, үкімет, кәсіподақтар, кәсіпкерлер, соны қарастырып, ары қарай қалай жаямыз деген экономикаға. Міне, көріңіз ғой, әлеуметтік әріптестік деген, оны айтпай отырды үкімет. Ол айтты, білмей отыр ма, айтпай отыр ма. Әрине кімдер өндірістегі жүргендер оларды біле қоймайды. Оны профсоюздерді, кәсіпкерлерді оша білмейді. 131 конвенция осылай жазылған. Содан экономика дамиды. Міне содан экономика дамиды. Қазір біз бағана сіздің айтқан сұраққа қайтып береміз. Егер де осылай
степ бай степ әлеуметтік әріптестік осы экономика тараса, лайықты жалақы экономикада солай ақырындап кеңейіп кете берсе, экономика дамиды. Өйткені неғұрлым адам жалақысы көбейсе, соғұрлым олар оны используют. Пайдаланады. Соны пайдаланады. Дүкенге барады, ресторанға барады, кафеге барады. Олар да дамиды ғой. Мына экономикада ақша неғұрлым айналады, соғұрлым экономикада дамиды. Сіздің любой бизнесмен оны біледі. Оборот. Чем больше капитала, ресурсов, средств в обороте, тем быстрее компания развивается. Экономикада солай. Бізде оборот аз. Сол оборотты қосу үшін оборотқа адамдар несие алып отыр. Понятно, да? Оның пайдасын банк көріп отыр. Сол қазір мына үкіметтің банк, біздің ұлттық банк, үкімет екеуі соған ойлану керек. Оборотты қалай жылдам жасаймыз? Как оборотты жылдам болсын? Жылдамдығын арту. Обороттың жылдамдығын арту, соны ойлану керек. Тағы да ол әлеуметтік әріптестік. Ол жаңа премьер, ол жаңа адамдар, жаңа принциптер экономика. Мұнамен біз дамымаймыз. Мұнар өзінің ақшасын тауып, бізге ұлттық қорға ақшасын беріп отыр, өзінің пайдасын көріп отыр. Біз мұнаны жартық қордың көбісін болашаққа сақтап отырмыз, мұнасын таратып отырмыз, сонымен күн көріп отырмыз. Осылай болып отыр дейсіз. Болып отыр. Ол тупик. Сіз жаңа сұхбатты жарты сағаттың ішінде бітіремін деп едіңіз, сіз 1,5 сағат айтып кеттіңіз. Енді соңғы сұрағым болсын, қысқаша ғана жауап беріңіз. Артық ақшам болса қайда сақтау керек? Депозит, әлде акция, облигация на рынок неде отыру керек па, биржада? Жоқ, әлде тығып қойып матрасының астында салып қойып отырғандыр. Артық ақшасы бар кісілер олар біледі қайда сақтауды. Біледі ғой. Оны әрине бөлу керек. Біраз ақшаны әрине депозитқа салу керек. Оны да бөлу керек. Теңгеге, долларға. Егер де сіз, мысалы, артық теңгеңіз болса, осы жылдың көлемінде қолданам десеңіз, онда теңге. Жылдың аяғына дейін. Енді жыл өтіп кетті ғой. Келесі жылы, мысалы, қаңтардан сақтап, күзде шетелге барып демалам десеңіз, әлде жиһаз сатып десеңіз, жиһаз алам десеңіз, жиһаз. Онда әрине теңге керек. Ал енді 5, 6, 10 жылға сақтам десеңіз, ұзақ мерзімге, онда валютаға ұстау керек. Валюта, бар валютаға. Әрине құнды қағаздар бар, құнды қағаздар олардың да пайдасы бар. Жоқ, пайдасы бар, бірақ енді бір құнды қағаз аласыз 20 мың теңгеге. Оның, ол рисковый емес, оның несі, гарантиясы бар. Әсіресе егерде үкіметтің құнды қағаз болса, бірақ оның пайдасы аз ғой, аз түсіп тұрады. Үйде ақша ұстамаңыздар дейсіз. Неге ақша үйде ұстау керек? Күнделікті ішіп және. Күнделікке керек. Сіз өзіңіз артық ақшаңыз бар ма? Неге жоқ? Бар, артық емес, ақша бар. Енді сақтайтын ақшаңыз қайда ұстайсыз? Доллармен? Депозитпен де бөліп, доллармен де бар. Көп емес доллармен. Көбінесе теңгемен, доллармен мен кей кезде шетелге шығып тұрам. Шетелге сол кезде теңгені долларға шаққанда тиімді емес. Сондықтан доллар керек болып қалады, алып бара қаласың шетелге. Алтынға салу қаншалықты тиімді? Ол енді алтынға сақты халық айтып керек емес, өйткені қазір енді ұлттық банк слиток сатып жатыр ғой, арнайы 10 граммдық, 20 граммдық. Егерде сізде мысалы ай сайын миллион теңге артық болып тұрса, онда, пожалуйста, слиток сатып алыңыз. Бірақ оны сосын өткізу керек қой слитокты. Оны сату керек. Оны ертең ақша керек болғанда алтынды бір 20 килограмм алтынды қалай алып барасыз, арқалап, қайда апарасыз? Әрине сатасыз. Ең алдымен артық ақша болса, білімге салыңыз. Вот міне капитал. Білім капитал.
Вот нағыз капитал білім. Бірақ білім капитал емес, білім потенциал. Сол білімді, потенциалды дұрыс қолдансаңыз, ол капитал болып шыға келеді. Вот сол пайдасы. Онда соңғы сұрақ, 7 жылдан кейін мемлекетті қандай көресіз? Егерде осы баяу темппен жүре берсе, өзгерістер болмайды. Реформалар бұлай істелінбейді. Реформалар, кез келген реформа тарихты көтерсеңіздер, олар непопулярные и тез арада істелінетін реформалар. Реформа созып жіберсеңіздер, онда көп неде шыға береді проблемалар. Оны тез істеу керек, оны дайындау керек, реформа пісу керек. Бірақ пісіп қалды міне. Піскенде сұраныс пісіп қалды, сұраныс. А реформаның өзі, бағыты, принциптері әлі піскен жоқ. Жоқ ол. Жоқ. Сонымен 6 жылдан кейін қандай Қазақстанды көргіңіз келеді? Көргім келеді, әрине дамыған, моделі жаңа, әлеуметтік әріптестігі бар, кәсіпкерлер өз құқықтарын қорғайтын кәсіпкерлер одақтары. НПП атамекен емес, басқа болу керек. НПП атамекен вообще олардың 19-да ма, 20-да ма, ұмытып отырмын, заң қабылдап оларды шығарды. Олар үкіметпен байланысты кәсіпкерлердің атынан байланысқа шығуға құқықтары жоқ. Заңда жазылған. Бірақ оларды шақырады, неге екенін білмеймін. Ол енді Құлыбаевтың кезінде, қазір бәлкім өзгереді. Қазір да өзгеріс жоқ. Әлеуметтік әріптестік дамыған, либералды әрине. Сосын либералды алып тастаған кезде азаматтық қоғам дамыған. Сұхбатыңызға рахмет, уақытыңыз бөліп келгеніңізге.